Ассалаумағалейкум достар. Біз Шымкенттен бүгін Құдай қаласа Қазығұрт ауданына қарай шығып бара жатырмыз. Дайын бизнес түсіруге сіздер үшін қандай сала дейтін болсаңыздар, газоблок оборудованиясын түсіретін боламыз. Құрметті достар, егер де осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Және де қандай кәсіпкерлерді түсіруге кеңес бересіздер, міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. Ал біз кеттік. Есіктің алдында да, огородта да істеймін деген адамға негізінде ешқандай ол проблема емес, шектеу жоқ. Бір кірпіштің себестоимости 20, 30, 60 деген кірпіштің өзіндік құны қазіргі таңда ол 450 мен 500 теңгенің аралығында. 25 күнде средний жасалатын болса, 1,5 миллион теңге таза пайдасы бар. Керемет бизнес негізі. Енді бүгінгі күннің ертең тарих бұл. Мен тегін үйретемін, қалай құю керек, қалай сапа шығару керек. Оның құпиясымен бөлісесіз. Құпиясын бәрін ашып береміз. И келген адамға жататын жер бар бізде. Өзіміз күтіп аламыз, жататын жер бар. Енді ауқат беремін деп айта алмаймын, потому что әркім нәрсе жеуі мүмкін да, аппетит әркім әртүрлі ғой. Бір күн жүремін ба, 2 күн жүремін ба? Процесте жүреді. Болды, мен үйрендім, қайтайыншы дегенге дейін үйретемін ғой. Қайтайыншы дегенге бір үйге, орташа үйге 1500 штук кірпіш кетеді. И бір адам келді, 1500 штукқа заказ берді. 10 күн сен, 10 күн емес, 12 күн сен уже занятсың, уақытың жоқ сен. 12 күн, аптаны 24, мысалы бір айда 24 күн жұмыс істесең, айына 2 адам келсе бітті. 2 адам келсе бітті, сен бір айға жұмыс бар сенде. Уақыт жоқ. Айына 2 адаммен сөйлесесің да, сен бір ай жұмыс бар да саған. Жұмыс жетеді десеңші. Жұмыс жетеді саған. Құрметті достар, бүгін кәсіпкер құпиясын тағы да бір кәсіпкермен бөлісуге келген едік. Яғни бүгін газоблок саласы. Бұл газоблок саласы айырмашылығы сіздерге бұл газоблоктың қалай құятын көрсетеміз, және де оның себестоимостын айтатын боламыз, және де бұл жерде дайын бизнес сатылады. Енді керемет жоба. Осы видеоны соңға дейін көріңіздер. Ассалаумағалейкум бәке. Алейкум ассалам, қош келіпсіздер. Бәке, осы бизнеске қалай келдіңіз неге жалпы? Бұл бизнеске келген бірінші себебім мен өзіме жаңағы кірпіш керек болды да. Сол газоблок кірпішін жаңағыдай өзім жасап үйренем деп. Бұл ары қарай даму процесінде бұл аппараттарды өзіміз жасап, өзіміз қазір құямыз қазір таңда. И өзіміз жаңағыдай өзіме жасаған екен, мына аппараттарды неге дайын қылып халыққа, елге үйретпеске. Сондай бір ойлар келді. Содан осы именно қазір бізде көп бұндай кәсіптер, 3-4 түрлісі бар. Солардың біріншісі бізде газоблок құю, кірпіш құю, осы аппараттар. Дайын бизнес. Бергі мынандай цех керек па негізі, или болмаса есіктің алдына деген сияқты, навестің алдына деген сияқты енді бастайын деп отқан жас балаларға или жас кәсіпкерлерге? Бұндай цех шарт емес. Біз бұндай сізді құйғанбыз. Бұны біз енді кішкене жағдай болған екен құйып алдық та, қыстада чтобы жұмыс жасау үшін ше. Ал негізі бұндай керек емес. Енді өзің үшін жаңағы күннің астында тұрмау үшін кішкентай жаңағы лабораторияның төбесі кішкене навес жасасаң, и жаңағы тачканы жүретін, бұл дөңгелекпен жүреді ғой, соған жүретін бір жолақ болса, жаңағы бір 2 метрлік тропинка. Мына қалыптар екі шетте тұра береді. Екі жанында, Бұны да үйретеміз. Бұл жылжымалы, ары бері жылжытып қоя береді. Бұл асты поддоны бар, ары бері жылжып, любой уровеньге, деңгейін дұрыс қылып қойсаң, болды, бұл мақсат сол. Жаңа қисық емес, ровно қойылса, бұмен уже жасай беруге болады. Главное, кішкене бір 4x4, 3x3 навес болса да болады. Жаңа өзің лабораторияң, жаңағы суды ұсту процесің болса ол. И жаңағы 1,5-2 метрлік дорожка жасайсың ұзына бой. Қанша қалыпқа лайықтап та екі шетте. Барасың, құйып тастай бересің. Бұл ол да сонымен жасауға болады. Кішкене енді басталған жерге жаңағы полигонға аренда алып, здание іздеу, мен ойлаймын, кішкене қиындау болуы. Енді әркім жағдайына қарап қойын. Бастайын деген негізінде кәсіпкерлерге, любой адамға бастайын деген жерде есіктің алдында да, огородта да істеймін деген адамға негізінде ешқандай ол проблема емес, шектеу жоқ негізінде. Бұл газоблоктың себестоимость, бір қыштың себестоимость қанша шығып жатыр?
бір кірпіштің себестоимости 20, 30, 60 деген кірпіштің өзіндік құны қазіргі таңда ол 450 мен 500 теңгенің аралығында бізде. Оның ішіне суы, жаңағы химикаттары, цемент, кірпіш барлығы кіреді и жігіттерге 100 теңге төлеймін. Сонда 550, 600 теңгенің төңірегінде айланады маған бір кірпіш. Өзіңіз пайдасы бір қыштың? Бізде енді біздің ауданда, Қазығұрт ауданында қараңыздар бір 10-12 цех бар. Бізде конкуренция мықты. И соның өзіне біз 200 теңге қоямыз үстіне. Енді сонда менде цехта 25 қалыппен жұмыс жасайды, жігіттер 4 жігіт жұмыс жасайды. Сол 4 жігіт бір күнде 300 кірпіш өндіреді. Күндіз сменде, таңертеңнен кешке дейін. Бір сменде, иә? Иә, бір сменде. Азаннан кешке дейін бір рет құйып шығарады. Ал егер түнде бос тұрады аппараттар, оны таңертеңге тағы құйса болады. Екі смен жасауға болады. Екі смен жасауға болады ұйымдастыруға, енді қажет болса. Құрметті достар, бір сменмен 300 шлакоблок, 300 газоблок құям дейді. Яғни енді есептеңіздер 300 қышты таза пайдасын 200 теңге есептейтін болсаңыздар 60 мың теңге таза бір күнде. Мысалы ол 25 күнде средний жасалатын болса 1,5 миллион теңге таза пайдасы бар. Керемет бизнес негізі. Бұның негізі біреулер жамандайды, жаңағы оның качествосы нашар, болмаса жаңағы сынып кетеді. Бұны дәлелдеп бере аласыздар ма? Жоқ, ол сапаны жасау әрбір құйып жатқан жігіттің өзіне байланысты. Енді нені дұрыс бәрін осы өзіне қосылатын заттың бәрін дұрыс пайдаланып қолданса, сапа мощный сапа шығарады. Біз еще мұнаны қазіргі таңда өзіміз елге, мен мысалы осы аудан жігітім ғой, мен жұртқа енді нашар емес, кәдімгі дұрыс сапада құйып сатып жатырмын. Рахмет айту үшін. Рахмет айту үшін. Енді бүгінгі күннің ертең тарих қой. Сол үшін бұны біз дұрыс сапада құйып сатып жатырмыз. Ал егер одан да қаттырақ, мықтырақ сапа қылып, нені қосу үшін оны да үйретеміз да. Мына заттарды қоссаң, сапа қалай жоғалады, сапа қалай пайда болады. Соны үйретеміз вообще. Түбін да жаңағы. Домда тұрамын деген адамның өзіне де мысалы негізінде біреудің гаражын аренда қалса да бір 3 қалып, 4 қалып, 5 қалып алып құйса да негізінде ол. Бұл ондай нәрсе кейін көршілермен жилой кәдімгі тұрғын үйлердің арасында да жасаса болады бұл. Бұдан қатты дауыс ештеңе шықпайды. Иіс шықпайды. Иә, иісі жоқ, зиянды бірдеңелер бөлінбейді бұдан. Шаң тозаң болмайды. Прям мына ыстық су болса, и свет керек енді обязательно. И бұл 220 мен жасайды. 220 мен жасайды. Я, оны айтпапты ғой, 220 мен жасайды. 380 керек емес бұл. 220, енді суды ыстуға... Су жылту жақтарын бір көрсетіп жіберсеңіз дұрыс болады. Суды ысту процесіне газбен суды ыстау болады. Көмірмен, тоқпен ыстау болады. Пеноблоктан и шлакоблоктан қандай айырмашылығы бар? Пеноблок пен газоблок деген екеуі бір зат. Пеноблок қымбаттау дейді да, оның сапалы болған үшін қымбаттау емес, оның пористый, ячеистый бетон екеуі де. Просто ана пеноблоктың пена арқылы пайда болады, жаңа ячейкалар, пористый. Ана газоблокта газ арқылы пайда болады. Просто екеуінің құйылу процесі екі түрлі, содан ана пеноблоктың кішкене расходы көбірек. Основасы оларда бетон мен құм болды, жаңа цемент пен құм болды. Основасы. Качествосы екеуі бірдей деп есесіз болды. Оларда екеуінде качествосын қалай шығару керек, не істеу керек, адам өзіне байланысты. Болды. Просто пенобетон екеуі бір зат, а шлакоблок пен айырмашылық қараңыздар. Шлакоблок, пескоблок дейді. Жерлерде пескоблок, жерлерде шлакоблок дейді. Оның айырмашылығы қараңыздар, ат пен түйедей. Неге десеңіз, газоблокпен үй құрсаңыз, оның газоблоктың қырлары ровно болады, беті тегіс болады. Кафельный клеймен қояды, тегіс қып тереді ғой. Содан сыртын тек қана бір рет кафельный клеймен тереді да, жаңа тартып жібереді да, обдел үшін жұмыс жасай береді. Ал шлакоблокпен үйде құрсаң, мысалы үшін ол арзан түседі деп ойлауы мүмкін бір жігіттер ше, бірақ енді есептегі. А оның сыртын сыламасаң, ол кафельный клейге тегістелмейді ол. А сылақ жұмыс ақысы қазір 1,5-2 мың теңгеден. Жаңа. Двойной расход уже. Иә, іші сыртын салау керек. Анада газоблокта қараңызда теп-тегіс сап, қоясын, сыртын жаңа тегіс қылып, ровно тереді, кафельный клей тартады, болды. Ішінде тоже самое. Еще қараңызда шлакоблокта ертең соғып біткеннен кейін сыртын утеплять ету керек ол. Енді мысалы бәріміз білген нәрсеміз неге айтпасқа да? Көп адам жаңылысуы мүмкін. Ол бетон ғой, шлакоблокта бетон, кәдімгі ыстық су өтеді. Шлакоблокпен жаңағы андайлар соқса болады жаңағы, жилой үйлер, мен ойлаймын, теплоизоляциялы материалмен.
А бұның сапасын қазір көрсетеміз. Газоблоктың сапасы қандай болатынын. Оны утеплять еткенде қараңыздар, шлакоблоктың сыртын утеплять еткенде, мысалы пеноплекс бар, қазір термопанель дейді, анау дейді, мынау дейді, түрі көйіп кетті. Но бірақ бәрі утеплять ету, ол көріңіз ба? Түбі оконцовка сіздің қабырғаңыз 2 есе қымбатқа шығып кетеді, мына газоблокпен соққанға қарағанда. Бізде мына 20 қалып болған екен, 2 бочканы анандай котелмен ыстат. Оны өзінің жаңағы бұлтта жақсылап түсіндіреміз, үйретеміз, қалай жасалу керек екен. Газбен, бұл? Я, бізде газбен, бізде газ бар. Оны ана котелдің орнына көмірмен де жасаса болады. Ондай көмір, отын жоқ жерде тоқпен жасаса да болады. Түрлі тәсілдері бар. Әркім жағдайына қарап оны үйретеміз. Бұл бизнеспен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Бұнымен айналысқаннан 2 жыл уақыт болды. 2 жыл болды, 2 жыл уақытта біз өзіміз қараңыз, бұны айттым ғой, мен өзім алдым, оны өзіміз жаңа құйдық. Бұны кішкене өзінің қыр-сырлары бар. Қанша уақыт, қанша жігіттермен сұрастырдық. Біраз вложение жасадым, жаңағы ананы сұраймыз, мынаны сұраймыз. Ол тәжірибе. Ол егер менен аппарат алған адаммен, сол тәжірибенің барлығын мен бөлсем. Қалай сату процестері мысалы. Бұнда сату әдістері бар ғой. Өйткені мысалы кез келген бизнесті ашқан кезде, құрметті достар, қателіктер обязательно келеді. Ошибка арқылы ошибка бола береді. Енді бұл кісіден дайын бизнестің жақсы жері, дайын бизнес сатып аласыздар. И және де оның полный қыр-сырын білетін боласыздар. Яғни сатып аласыздар, уже 1 айдың ішінде сразу табысқа шығып кетесіздер. Дұрыс па? Иә, ол енді мысалы қараңыз, келеді, менен аппарат алса болды. Мен тегін үйретемін, бұл қалай құю керек, қалай сапа шығару керек. Полный құпиясымен бөлісесіз. Құпиясын бәрін ашып береміз. И келген адамға жататын жер бар бізде. Өзіміз күтіп аламыз, жататын жер бар. Енді ауқат беремін деп айтамын, потому что әркім нәрсе жеуі мүмкін да, аппетит әркім әртүрлі ғой. Енді әзіл болса да былай айтайын, мен уәде бергеннен тұру керек, жататын жер берейін. Бұнаны үйретемін. Үйреткенде де мен ауызша қағазға жазып, мынаны былай жасайтын демеймін. Кәдімгі жаңағы жұмыс киіммен келеді, цехыма кіреді, 1 күн жүре ма, 2 күн жүре ма. Процесте жүреді. Болды, мен үйрендім, қайтайыншы дегенге дейін үйретеміз ғой. Қайтайыншы дегенге дейін үйретеміз. Жақсы екен. Енді бұндай негіз ұсыныстар тек қана Чимкентте бар деп ойлаймын, өйткені бұндай удобствоны Чимкенттен басқа ешкім жасамайды. Оны қанша жерден естідік те бақияда, өзіміз Чимкенттік болғаннан кейін жаңағыдай Чимкентте бизнесті жасау рахат, и бизнесті сатып алуға да рахат. Оңай дейді. Неге десеңіз, шаймен тамақпен қарсы алады дейді, шай тамақпен шығарып салды дейді, құда ретінде дейді. Керемет. Енді мына комплектация жайынан аңғалса қалай болады? Комплектация болады. Иә, мына жағын түсіндіріп кетсеңіз. Қараңыз, бұл жерде бір айтатын нәрсе, мына миксер. Мына бірінші миксер болады, комплектіде осы обязательно. Бір миксер, мына шаблон дейді, и мына қалып. Осы мына қалыптан 10 қалып берем, 10 қалып. Бір қалыптан 12 кірпіш. Бұл получается, бұл бөлінбеген, бұны бөлу керек, обязательно? Бұны бөлу керек, бұл бөлінбеген. Бұл қалыптардың бір ерекшелігі, мынадан ақпайды, мынаның жанына көп қалыптарда мынандай жерлерде болт қайтып болады. Мынада защелкамен қараңызшы. Прям қоясың, мынаны жаңағы алтауын жабасың, болды. Қайтып мына еще мына жерге гипс жағылмайды бұл жерде. Гипс жағылмайды, ақпайды. Мына май жағасында құя бересің. И қараңыз, мынау бар ғой, бізде ана бетонный алюминиум фанерден жасалған. Біреулер айтуы мүмкін, осы болмайды, болмайды, спорный болады. Мен 2 жылдан тәжірибеден өттім ғой. Бұл 2 жылдан бері мен пайдаланып жатырмын. Ешқандай қазір цехқа кіргенде көрсетеміз. Қанша нелер материалдар уже мусорға кеткен десеңші, оның бәрі испытать етіп. Бұның әбден ішіндегі жақсы сапаласын дұрыстауын алып, біз қанша жылдан бері пайдаланып жатырмыз. Бұл мынау не зат мынау? Мынау шаблон, мынау құйылған екен төбесі гармошкаға кесіледі. Енді мына ашылған екен, мына қойылады да. Кеседі. Қараңыз, мынадан 10 қалып, 120 кірпіш шығаратын қалып берем, 10 қалып. Шаблон, миксер и арасы бар тросовый ара. Сол 1,800,000 болады. 1,800,000 теңге болады. Жаңағы осы. Оқыту бәрі ішінде. Обучение тегін. Бұның ішіне кірмейді, ол тегін ол. Менен алған адамды ғана үйретеміз. Енді қараңыз, тағы екінші варианты да біреу. Мынау аппарат, бұл жаңағы дайындайды. Осы аппарат, кейін мынандай қалыптар бар бізде. 2 түрлі. Бұл мына 30-ға 30, мынау 20-ға 30. Бұл дайын получается, Бұны кеспейді уже. Бұны айту мүмкін да, мына құйған кезде біреу көтерілі, біреу олай емес, қараңыз. Бұны құю процесі былай. Алынады бәрі, шетте тұрады. Құйылады. Құйылған екен. Мынау сияқты болады, полный құйылады, Құйып болған екен, мынаны салып жібересің.
мен уже барлығын равномерно бірдей көтеріледі. И жаңа қатқан екен, мынаның аласында горбушкасын шешесің, мынаның аласың, болды кірпішін жапсай бересің. Бұда кесу процесі жоқ. Кесу процесі деген ол уже уақыт. Уақыт деген білесің, Нұрекең, бұл өмір. Иә, конечно. Ол сондай нәрсе. Мынау уже комплектте де болмайды, ана миксер, мына 30-ға 30, 20-ға 30 қалған таңдап алып, 10 қалып берем. Бұның бағасы қанша? Бұның бағасы 2 миллион теңге комплект. Ал тағы да қосып қалыптар алам деген жігіттерге, адамдарға проблема жоқ, қалыптар бар бізде. 200 мың теңге разница получается, иә? Иә, 200 мың теңге, потому что мына листтер бар да, иә. Листтер бар да. Бұны лазермен кесілген, оның сонда қызмет тақсы. Нөл, потому что қараңыздар, мынау мысалы, мынау листпен, егерде өздеріңіз қолмен болгаркамен кесетін болсаңыздар, мына екі листтің айырмашылығы болады обязательно. Хоть 1000 жерден кескенмен дұрыс па? Бұл уже лазермен кесілген, уже дайын да сіздерге. Лазердің услугасы бар, басқа бар, содан бұл кішкене 200 мың теңге разница береді. Мынаның өзі қымбатта мына листтің. Иә. Екілік лист бұл, таза екілік. Баки бір жерде қазір анау резмен кесілгендер, резсіз кесілгендер. Соларды көрсетіп жібересіз бе? Иә. Қарайсыз, мынау жаңағы кеспейтін қалыптарда. Көріп тұрмыз, кесіліп тұр да бұл. Бұл жаңа сәл қатқан екен, жаңа гармошкасын төбесіне алып тастайсың, болды. Сонымен мына қалып ашылады, қалып жинай бересің. Ал мынау жаңағы мына қалыптар мына. Бұл жаңағы цельный, бүтін. Бұл жаңа гармошкасын кесесің, ана шешіп, кесу керек шаблон бойынша. Бұл жаңа уақыт кішкене алатын қалыптар olsun. Бұның бағанағы разницасы қайсысы қанша еді? Мынау баға жағынан? Бағасы жағынан қараңыз, анамен 10 қалыппен миксері 2 миллион, мынамен 10 қалып шаблон миксермен 1 миллион 800 мың теңге. Бұл қараңыздар, жаңа ақпайды. И қараңыз, мен құйып жүрген адамдарда байқауы мүмкін, мен құймағандарға да мына қараңыз. Біздегі рецепттер керемет та. Барлығы өзінің бойынша сәл көтерілген болды. Қатты тасып та, жетпей де қалу ондай жоқ. Шүкір. Өзінің нормасы. Өзінің нормасы. Жігіттер уже профессионал дәрежеге шыққан. Яғни бұны жаңағыдай өздеріңіз енді қарайсыздар, егер 200 мың теңге экономный десеңіздер, мына бірінші вариант бар, 200 мың теңге экономный жаңағыдай ертерек мен уақыт маған время деньги дейтін болсаңыздар, онда осы негізі предлагать етемін 2 миллион теңгеге. Енді неге процесске өтейік, істейтін кейін бір нәрсе айтып кетеді, бұл бизнестің бір ерекшелігі, мынандай нәрседе, бір үйге, орташа үйге 1500 штук кірпіш кетеді. Орташа үйге. 12 дон ше, средний. Енді білмеймін мен, средний үйлерге 1500 бізден алатын адамдардың көбісі 1500-ның төңірегінен алады бір үйге, кемінде. Біреу 1800 алады, біреу 1400 алады. Қараңыз, онда бізде былай болады. 30-ға 30-дан жартысын алады, 20-ға 30-дан жартысын алады бізде. Мына 30-ға 30-ды сыртына қояды, 20-ға 30-ды былайынан перегородкаға, перегородкаға қойып жібереді. Енді қараңыз, 1500 штук клиент 1500 штукқа ақша төледі да. 1500 штук кірпіш шығару үшін менен 10 қалып алсаңыз, күндіз 120 кірпіш шығаруға болады. Егер түнде тағы ұйымдаса, тағы 120 кірпіш шығаруға болады. Но бірақ күндіз ғана істейді дейік та, күндіз ғана 120 кірпіш шығарып жатыр күндіз бір күнде. И бір адам келді, 1500 штукқа заказ берді. 10 күн сен, 10 күн емес, 12 күн сен уже занятсың, уақытың жоқ сен. 12 күн, аптада 24, мысалы бір айда 24 күн жұмыс істесең, айына 2 адам келсе бітті. 2 адам келсе бітті, сен бір айға жұмыс бар сенде. Уақыт жоқ десең. Уақыт жоқ, басқа адаммен сөйлесуге ше. Ал қараңыз да, ал енді білмеймін, жұмыс істеп жүрген адамдардың көбісі менімен қарсы шықпайтын шығар. Неге десеңіз, адамдармен сөйлесу ең қиын жұмыс. Иә, дұрыс айтасыз. Дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Айына 2 адаммен сөйлесесің да, сен бір ай жұмыс бар да саған. Жұмыс жетеді десеңші. Жұмыс жетеді саған. Машалла. Көрдіңіз ба? Бұл бизнестің бір ерекшелігі сол. Мынау арасындағы қалыптардан раствор ағып кетпес үшін құм или болмаса гипс сондай қосылады екен ғой негізі. Сіздерде ондай жоқ па? Жоқ, бізде ондай жоқ. Міне, қарасаңшы, астынан ағып қалады, вообще ағып қалады. Қоясың, гипс істемейсің. Ол гарантия ол. Гипс шақпайсың. Қараңыз, бізде бір андай нәрсе. Оның өзі көреміз кішкентайдан. Иә, оның өзін мен есептеп қараған алдында балдардан көргенбіз. Оның өзі гипстің жағуының өзін, бір форманың өзін кем дегенде 4-5 минут кетеді ше.
Біз өзіміз алдында айналысамыз кездессе. Оны біледі бізде ондай жоқ. Мұны қоясың, защелкаларды прям жалғасын, майыңды жағасында құя бересің, болды. Шешкен кезде де осы защелканы шешесің, болды. Ананда болт, гайка, бір бұрандама, ондай нәрселер жоқ, защелкамен жасалған да. Бұның барлығы қайдан пайда болды? Бұның барлығы біз құю процесінде өзіміз жасап жүріп, кішкене енді не дейді анау? Дамытып отырасың ғой, сөйтіп бір 2 жылдық дәрежеге жеткеніміз осы да. И қараңыз, біздің тағы бір андайғанымыз, мына горбушка кесіледі ғой. Мына горбушканың бағасы, өзі себестоимызы ана кірпішке кірген бұл. Оны біздің жігіттер жаңа горбушканы алады да, бізде одан мынандай кірпіштер шап тастаймыз. Мынау яғни төбесіндегі отходтан осыдан пайда болған да. Бұған да отдельно кішкентай қалыптар жасап қойғанбыз, разборный да, ашылып жабылатын. Осыны, бұның да бізге келген адам жаңа клиенттер осыны да алады бізден. Кезекте тұр қазір. Бұның бағасы қанша отыр қазір? Бұның мысалы, мына отходты мен жаңа жігіттер жасап жатқан жігіттерге 50 теңгеден төлеймін, мына жасаған үшін. Бұның себестоимосы ана кірпішке кіріп кеткен, 100 теңгеден сатып жатырмын. Яғни ол біріншіден ақша түседі, екіншіден мына жерде андай жоқ, мусор жоқ. Мусор болмайды. Бұның барлығы бізден кірпіш күйінше пайдаға асып отыр. Оны да жаңағы осы процесте үйретеміз. Ішінде волокносы бар, бәрі ішіне кете береді. Волокносы бар, кәдімгі бұл да андай кәдімгі пескоблокпен бірдей сатылады. Құрметті достар, және де біз бағана газоблок айтып кеттік. Енді гипсоблокты айтатын боламыз. Яғни газоблок бөтен екен, гипсоблок бөтен екен. Оның айырмашылығы айтсаңыз, газоблок, гипсоблоктың айырмашылығы. Газоблоктың основасы да құм мен цемент. Құм цемент. Гипсоблокта основасы гипс. Только гипс, иә? Гипспен кейін пенамен пайда болады. Пористый гипс болады да бұл. Бұны да қазіргі таңда бізде қалай бұны бізде де пайдаланып жатыр. Сұранысқа ие болған екен. Сұранысқа ие болғаша. Бұл не үшін сұранысқа ие? Бұл анадан қарағанда кішкене арзандау болады. Арзандау болады, иә? 50 теңге, 100 теңге арзандау болады. Мысалы, газоблоктың құны қанша, и мынау клиенттерге де сататын бағасы? Иә, газоблоктың мына бір 50 теңге, 100 теңге арзан жүреді. Мен ойлаймын, 1000 штук кірпіш алатын адам, 1000 штук кірпіш алатын. 50 теңге арзан болса да, 75 мың теңге разница береді. 75 мың теңге разница береді. 75 мың теңге, мен ойлаймын, ол да үй соғып жатқан адамға ақша ол. Балка сатып алады там, или болмаса да. Балка алады, иә, керек құрал-сайман салса да, нені алса да. Ал бұл да кірпіш кәдімгідей. Бұның основасы гипс бірақ. Бұны айту мүмкін да адамдарша жаңа, бұл гипс суға жібіп кетеді, мындай қылады, мынандай қылады. Құрып кей болады, жаңа сынып кетпей ма, ондай? Сыну сынбайды. Бұл влагаға нашар деп, дұрыс влагаға нашар. Мен былай айтарым да, енді біз өзімізді, лично мен өзім тұрдым үйде ше, бұрын қамқыш бар ғой кәдімгі, тайдан топырақтан жасалған қамқышта мен әке-шешемді, мен де тұрдым біраз уақытта мысалы, кейіннен енді өзгерттік. Бірақ оған дейін қанша жыл уақыт өтті ғой, тұрдық қой сол жерде. Мен ойлаймын да, мынадан шыққан кірпішті қазір бетон биік қылып қояды, барып батпаққа үй соқпайсың ғой да мысалы. Енді олай ол минустан іздей берсең, ол андай кете береді. Адам минуста емес, әркім жағдайына қарап. Мен ойлаймын, бұны да өзіне жараса клиенті бар. И бұл гипсоблоктың бір ерекшелігі, мысалы, ана газоблокта 10 қалып, 20 қалып жасау керек қой. Анада 2 қалыппен жасайсың. 2 қалыппен жасайсың. Просто бұл жерде бұның құю технологиясы басқаша. Анау газ арқылы ыстық сумен пайда болады, газ. Анада прям мұны қараңыз. Мынандай бочка, кәдімгі арбет қойылатын. Оған миксер болады, пенообразователь болады, қалып болады. Болды, осымен бұны жаңағы рецептін айтамыз, үйретеміз. Қанша бұның құны? Бұл осының мына 2 қалып, мынау жаңағы миксермен, дайын миксермен береміз. Специальный өзі миксері бар екен. Мына пенообразовательдермен пена құйылады, и құюы барлығы 1 300 000 теңге болады. Барлығы 1 300 000. Ойлаймын, келесі бір түсірілімде бізде мынауымыз дайын болып қалатын шығар да? Пешкамыз. Енді бұл газоблокты мына қалыптан тез босату мақсатында мынандай біз пеш ұйымдастырып жатырмыз.
барлығын өзіміз жасап жатырмыз. Жаңағыдай қалыптарын да осыған лайықтап бәрін жасаймыз. Ол келесі түсірімде дайын болып қалатын шығар. Бұлмен уже күнде 15 куб, 20 куб, 50 куб, 100 кубқа дейін егер жасайын деген адамдар болса, соға дейін де уже дамытуға. Яғни осындай кішкентай цехтың ішінде осындай пәлен кірпіш шығара беруге болады. Мына бір кірпіш қанша сағатта кебеді бұл? Бұл құйылған екен бір қалыпта? Иә, құйылған екен 3 сағат, 3,5 сағатта гармошкасы кесіледі. Сөйтіп гармошкасын бәрін кесіп шыққан екен, басындағы кескендер уже ашады. Содан кейін кеседі оны. Бізде де қазір менде де барлығы мынандай дайын емес, кесілетін де бар, мынандай дайындағы қалыптар бар. Ол жаңағы бірінші гармошканы кесіп, бір айланып өтеді. Мынау қазір егер сіздер пешті дайындап, пешке кіргеннен кейін қанша сағатта шығады сосын? Бұны енді қараңыздар, досыға. Бұл енді қазір дайындалып отыр. Мен енді есебім бар, кішкене предварительный. Но бірақ уже келесі түсірілімді қараңыздар да, может келесі түсірілімде мен нақтылай осының барлығын айтып бере аламын. Қазір енді кішкене дұрыс айтпай қалуы мүмкін енді. Тәжірибеден өтіп кетті, потому что. Яғни мынадан уже сәл жылдамырақ болады уже. Бұл уже қазір күніге айланып отыра береді бұл қалыптар. Жақсы. Енді бұндайды мен мысалы мына нәрсені мен өзім ойлап бір жақтан бір жасап жатқан жоқпын. Енді бізде істеген адамдардан осыны жасап, просто мен бұны арзандатуды, неге бұндай нәрсені жұмыс. Бұл заводты мысалы үшін жаңа үлкен заводтар мысалы сатып жатыр ғой, суммалары громадный, жақсы, қымбат. А мен ойластырып жатырмын осыны арзандау варианттарды өзімізге осындай нәрсе істемеске да. И білген нәрсе, үйренген нәрсені неге елге үйретпеске. Енді кішкене ақысына ғой, но бірақ үйретуге дайынмын. Біреулер бар, даже білген нәрсесін үйретпейді да, айтпайды да. Мысал ретінде бір күнде қанша құйылады бұнда? Бұны қараңыз, 3 адам бір 300 кірпіш құяды. Бір күнде, иә? Машалла. 300 кірпіш құйып тастайды. Қаншадан сатылып жатыр қазір? Гипсоблок, иә. Бір 700-750 теңге. 700 теңге. 700 теңге, где-то 300 дедіңіз ғой, иә? Оның маржасы да, бұның маржасы 200 теңге средний, иә? 200 теңге минимум. Енді бұл біздегі бағалар, минимальный. Бізде, біздің южный региондарда ценовой политика дейді, бізде ценовой. Бағамен ойнайын. Бағамен, только клиенттер бағамен алады. Бағамен ұстайсың, иә. Иә. Сапалы болса да, баға төмендетпесең, ол алмайды. Басқа региондарда, мысалы Қазақстан басқа региондарында, ол мен ойлаймын, маржа деген минимум 50%, 100% да бар. Мысалы, Атырауда, деймін да, Атырау Ақтауда жерден ойып алады қыштаршы, ракушка қылып та, олар сөйтіп және. Мынау ең оптимальный вариант. Гипс любой жерде табылады. Жаңағы цемент егер проблема болатын болса, болмаса жаңағы құм проблема болатын болса, мысалы Қызылордада, ары қарай Атырауларда цемент, құм проблема дейді да негізі. Сол халыққа негізі гипспен құйған өте ыңғайлы деп ойлаймын. Яғни және де мысалы бұл да жаңағыдай да Нұреке қараңыз, бұл да ана 4 пішті ғой бәрі. Сыртын жаңағыдай қояды, тереді, ровно шығады. Слайд болып. Сыртынан жаңа жоқ, слағанда слаг жасамайсың, шкатурка жасамайды. Кәдімгі ана шпателемен, кафельный клеймен тартады, болды, отдел үшін жұмыс жасап тастайды, болды. Бітті соны. Левкасы ретінде, да? Левкасы. Ішінде солай жасайды. Жаңа сіз айтып жатқандай пискоблок, шлакоблок, жаңа ракушняк, ол да түзу емес, оны жаңағы, оны шабады, үйтеді. Іші сыртынан сылау керек. Адамдар соны есептемейді да. Қол жетімді да просто. Ол соны есептемейді да, мысалы, бәрібір сыртын сылатқан кезде оны жұмыс ақысына 1,5-2 төлейді. Одан бөлек цемент, құм бар, басқа. 1,200,000 дедіңіз, ә? 1,300,000. 1,300,000. Яғни енді күнде жұмыс жасап, 20 күнде шығарып алуға болатын бизнес. Өте керемет. Мысал ретінде мен өзімді қанша бизнес жасадым да, 1 миллион теңгеге бизнес жасауға мүмкін емес. Өйткені саласын ток вложение керек та. 1 миллион теңге, 1,300,000 теңге төледіңіз. Бір айдың ішінде жауып тастадыңыз. Басындағы бір айда. А кейінгі айларда болма, таза пайдада уже 3 есе, 4 есе өсуге мүмкіншілік бар бұл бизнестерді. Сізде клиент болып тұрсашы, қараңыз да, клиент болып тұрса, сіз қалыңызды көбейтесіз, мандаларды көбейтесіз, болды. Сіз қазір күніне 300 өндіріп жатсаңыз, ол жерде мыңдап өндіруге уже өзіңе байланысты. Қараңыздар, мынау біздің газоблок, өндірген газоблок, мынау жаңағы жолный қыш, мынау жаңағы пискоблок. Енді мысалы мынандай нәрседе досыға. Енді әркім әрнесін айтады да. Иә, мына жерде тұрған арнайы дайындалған кірпіш деп ойламаңыздар бердеші.
Нерде кез келген кірпішті. Қараңыз, мына бізде мынандай қанша бір 15-20 аяқ штук қалған. Кепкен, мынау уже кеше шыққандар екен. Бұл кезек болып отыр уже бізде ше. Мына кеппей жатыр әкетіп жатыр адамдар. Саған газель келіп тұр әкетуге. Енді мына жерден келген кезде мысалы любой клиентке мысалы мына кепкен кірпіштерді осы түрінде ұрып, балғамен ұрып көрсете алады бергі ағамыз. Көрсетеміз, иә? Олдан шыққаннан. Ол жерден мына жерден басқа кірпішті дайындап, үйтіп, мысалы алдап ондай деген мәселе ондай емес. Зачем? Дайыстасы ондайдан. Ондай. Мына кәдімгі спринтерный блок. Спринтерный блок, песка блок. Енді адамдар айтады да, мына кірпіш, мына жаңа кірпіш нашар деп ше, қазір көреген қалай болады. Мен өзім көп көретін ұнады. Газоблок жаман, полистиролдан лақтырады, анау болады, мынау болады. Газоблоктың несін түсіріп тастай береді же. Сол үшін қазір көреміз, қызықтың бәрі ауылда. Қазір камераға шашап кеткенсің. Опа! Бісміллә. Пожалуйста. Орны түсірже. Удар мына. Ular meni treshni ешқандай жерде жүр. Лақтырып көреміз ба? Мен өзім бір рет лақтырып көрейін, өзім көз жеткізу үшін. Қатты лақтыршы. Өзім бір рет лақтырып көрейін. Лақтыршы. Лайқа шық. Әзірге. Давайте, маған әкіржіміз. Мынандай өсін шайнақ. Ал, бисмиллахи-рахмани-рахим. Төбеге лақтыр. Берік ағамыздың газоблогын көрейік. Мына. Қыр кетті да просто берді. Қараңыздар, мына жерде пористый ғой, бір келкі. Жалғыз өзім емес, қасында қаншама жігіттер бар. Барлығымыз осындай серіктес болып, командный жұмыс болып, осы жұмыстарды дамытып отырмыз. Неге осы заттарды неге елге үйретпеске? Неге тек қана біз емес, барлығы білу керек, даму керек. Жақсы. Ол мақсат. Яғни достар, берді күзде, көктемде, жазда бастайтын нағыз мықты бизнестердің бірі. Берік ағамыздан келіп үйренсеңіздер болады, тек қана сіздер ақша төлейсіздер, составтарын, формаларын, барлықтарын сіздерге есептеп, бағасын бәрін шығарып беретін болады. Алла берекесін берсін, Берік аға. Сізіңізге. Енді тағы бір дозеге бір айтатын нәрсе, егер жаңағы бізден аппарат алмаған, осындай басқа жақтан аппараттар жұмысын жүргізе алмай жатқан жігіттер болса да, бір кішкене составтарын шығарып бересіздер. Составтарын шығарып, ақыға, енді ақысын сол кезде сөйлесеміз, қанша болады, не болады, жұмысы қандай, оны қандай андайда соған қарап, біз бағасын шығарып, ол жағынан да жәрдем беруге әрдайым дайынбыз. Біздің енді осы жерде Түркістан облысы Қазығұрт ауданындамыз. Әрдайым есік ашық. 24 телефон. Осы жерде номерлерді қалдыратын боламыз. Осы Берік ағамыздың составтарды, бизнестерді үйренгілеріңіз келсе, осы номерлерге хабарласып, толықтай ақпарат ала беріңіздер. Жақсы. Және де кейін бізде дозеге банк арқылы мына біздің аппараттарда банк арқылы рассрочкалар бар. Жаңағы бөліп төлеу, жаңағы кішкене оның үстіндегі үстемесі бар. Кішкене. Мен ойлаймын, ол нағыз осымен айналысатын адам деген ол ондай шектеу емес ол. Істеймін деген адамға барлық жол қарастырылған. Барлық жол қарастырылған. Енді сіздерге де жақсы сәттілік. Мына каналдарыңыз дами берсін. Деніңіз сау болсын. Бір-бірімізге жақсылығымызға қызмет жасап жүре берейік. Жақсы, әумин, атқаныңыз келсін. Ал құрметті достар, осы видео ұнаған деген үміттеміз. Яғни білмейтін бір салаға кіргенше, жаңағы білмейтін бір туннельге кіргенше, одан да жарық бір бизнес сатып алып жасаған жақсы. Дұрыс па досеге? Берік деген кісі полный ақшасын төлесе, яғни бизнесті үйретіп, бастан аяқ қанша ақша қалады, қандай оборудование, солардың бәрін сіздерге толық түсіндіріп береді. Келіп сіздерден тек қана шабыт болса, тек қана сол ғана керек. Ақшасын төлеп. Және де маған ұнағаны да досеке, ол келесін дейді да, любой қаладан, Атыраудан болсын, Ақтаудан болсын, Қарағандыдан болсын, Қостанайдан болсын, келесін дейді да, мен жататын жерді, жаңағы жуынатын жерді полный представлять етемін дейді да. Ондай негізі ұсыныс ешкім бере алмайды. Яғни достар, сіздер келесіздер, гостиница керек жоқ, ешнәрсеге ақша төлемейсіздер, только бизнеске ақша төлейсіздер, сіздерді күтіп алады. И полный үйретемін деп жатыр. Яғни керемет ұсыныс достар. Достар, каналымызға тіркеліп пікірлеріңіз жазыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Лайк басыңыздар, каналымызды қолдаңыздар.
міндетті түрде комментарийге жазыңыздар, құрметті достар. Яғни, егер де өздеріңіздің бизнестеріңіз болса, төменге жана біздің Instagram парақшамыз бар, болмаса комментарийге жазып кетіңіздер, өздеріңіздің нөмірлеріңізді тастап кетіңіздер. Біздің менеджерлер сіздерге хабарласатын болады. Егер де осы видео ұнаған болса, және де осы видео осы жана бір танысыма жақында осы істеп кете алады деп дейтін болсаңыздар, міндетті түрде WhatsApp рассылкамен жіберіңіздер. Ал құрметті достар, баршаңызға сәттілік.